Қырғызстан мен Армения мемлекеттерінің кеден одағына енуге арналған жол картасының жұмысы аяқталды. Ертең бұл мәселеге Мәскеуде Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекет басшыларының қатысуымен өтетін жоғарғы кеңесте қаралатын болады дейді. Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің төрағасы, еліміздің үкімет басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев. Сондай-ақ ол кеңестің 2013 жылы атқарған жұмыс қорытындысын шығарды. Қазақстан мемлекетінің төрағалығымен өткен бір жылда кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық шарттарын саласында дамытуға арналған 300-ден астам құжат қабылданған. Атқарылған жұмыстардың барлығы еуразиялық ықпалдастықтың үдерісіне оң әсерін жасайды деді Бақытжан Сағынтаев. Биылғы жылы осы Еуразиялық экономикалық кеңестің жалпы өзінің 80-ден астам отырысы болып өтті. Осы 80-ден астам отырыстың ішінде көптеген осы бірыңғай кедендік одақ пен бірыңғай экономикалық кеңістіктің әлеуетін ары қарай дамытуға арналған және соны дамытуға бағытталған іс жоспарлардың бәрінің шешімдері қабылданған болатын. Осы іс жоспарлардың шеңберінде қазіргі күнде негізгі жұмыстың бәрі алға қарай өзінің қадамын жасап жатыр.